Hi guys, бүгін біз ағылшын тіліндегі деңгейлермен, сонымен қатар мен өзімнің тәжірибеммен бөлісемін. Мен ағылшын тілін оқыған кезде қандай қиындықтар болды, қандай этаптардан өттім деген сияқты. Сонымен қатар ағылшын тілі деңгейлері туралы сіздерге толық түсінік беремін. Дайын болсаңыздар, сіздерге қызық болса, кеттік, бастайық. Жалпы ағылшын тілі 3 деңгейден тұрады. Бастапқы, орта және жоғары. Бұларды біз A, B, C дейміз. Бірақ осының өзі бізде екі тармаққа бөлініп кетеді. A1, A2, B1, B2, C1, C2. A деңгей Basic User деп аталады. Бұл деңгей аты айтып тұрғандай, сіз ағылшын тілін базалық деңгейде меңгердіңіз деген сөз. Ағылшын тілінде толық оқи аласыз, дұрыс произношениеңіз қалыптасты, грамматикалық структураларды, грамматикалық конструкцияларды осы деңгейге сай меңгергенсіз. Және осы деңгейлерге сай өзіңіздің сөздік қорыңыз да бар. Ал спикингке келетін болсақ, өзіңіз туралы айта аласыз, белгілі бір шетелге барсаңыз, саяхатқа шығатын болсаңыз, өзіңіз туралы айтып, жалпы адаспайсыз. Мүмкін иностранецпен мықты сөйлесе алмайтын шығарсыз, бірақ өзіңіз туралы толық мәлімет бере аласыз. Яғни қарапайым диалог құра аласыз. Ағылшын тілін біз барлық дағды бойынша меңгеруіміз керек. Негізі ағылшын тілінде 4 дағды бар. Олар listening, writing, reading, speaking. Бірақ мен бұларға тағы да қосатын едім: grammar, pronunciation and vocabulary. Бұл жақтағы әр дағды өте маңызды. Олар оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым деген сияқты. Жалпы әр дағдының өзіне сай ерекшеліктері бар. Егер сіз ағылшын тілінде күшті оқи аласыз, мықты меңгергенсіз, текстті оқып, жақсы аудара аласыз, бірақ listening дамымаған, яғни тыңдалым жүйеңіз қалыптаспаған болса, онда барлығы бекер. Себебі нағыз тыңдалым арқылы сіз иностранецпен сөйлесе аласыз. Яғни шетелдік азаматпен белгілі бір диалог құру үшін, оның не айтқанын түсіне алу үшін сіздің тыңдалым жүйеңіз қалыптасу керек. Немесе произношениеға да байланысты. Произношениеңіз нашар болса, сіз де ешкімді түсінбейсіз, және сізді де ешкім түсінбейді. Speaking да солай. Яғни ағылшын тілін барлық дағды бойынша қалыптастыру керек. Именно бастапқы деңгей өте маңызды, себебі дәл осы деңгейлерде сізде фундамент қалыптасады. Бұл бізде A1, A2, яғни beginner, elementary деңгейлері. Осыған байланысты менің фундаментті дұрыс қалыптастыратын жобаларымды сіздерге айтқым келіп отыр. Менің ағылшын тілін үйретудегі структурам осындай. Мен алфавиттен бастап үйретемін, сол үшін менде 0 деген деңгей бар. Жалпы ағылшын тіліне енді тай басқан адам, бұрын неміс тілін оқыған адам, ағылшын тілін бұрын соңды оқымаған адам ең бірінші алфавиттен бастап дұрыс ағылшын тілінде оқи алу керек. 14 күндік марафон сізді алфавиттен бастап текст оқуға дейін жеткізеді. Бұл деңгейде сізде произношение қалыптасып, ағылшын тілінде дұрыс оқи аласыз. Ал келесі деңгейлердің әрқайсысын сіз бар болғаны 1 айда меңгере аласыз. Бірақ сізге сразу айтайын, бұл сабақтар менде интенсивно өтеді, яғни 30 күн, 30 сабақ. Кез келген деңгейді сіз бір ғана айда интенсивно күніге оқып меңгере аласыз. Яғни 1 айда 1 деңгей. Ал сабақтар қалай өтеді? Сабақ арнайы ағылшын тілін үйренуге арналған платформада өтеді. Ең бірінші менің видеомды көріп, тақырыпты түсініп аласыз, соған байланысты тапсырмаларды орындайсыз. Бар керегі сізге тек қана интернет, телефон немесе компьютер. Келесі бізде listening, тыңдалым, яғни аудионы тыңдап, дұрыс бағанға қойып шығасыз, яғни тыңдалымыңызды жақсартасыз. Сізге сөздік іздеудің де қажеті жоқ, себебі өзіңіздің жеке сөздігіңіз болады. Pronunciation, яғни произношениеңізді жақсартатын тапсырмалар. Бұл жақта аудиоларды міндетті түрде қайталап, тапсырмаларды орындау керек. Сабақтардың барлық дағдыны қамтылып жасалынған. Сонымен қатар міндетті түрде үй жұмысы болады тақырыпқа байланысты. Оны орындап, кураторға жібересіз. Кураторспен 24/7 байланыста болады. Дәл менің авторлық методикамен ағылшын тілін оңай, белгілі бір структура арқылы, яғни жүйелі үйренгіңіз келсе, сонымен қатар барлық дағдыны қамтып үйренгіңіз келсе, онда мен сізді өзімнің онлайн курстарыма шақырамын. Толық ақпарат төменде. Ал енді деңгейлерді жалғастырайық. Келесі B деңгей бізде pre-intermediate және intermediate деңгейлері. Бұл жақта сізде қабілет қалыптаса бастайды. Жалпы ағылшын тілін үйренушілер біледі, бізде вечно начинающий деген синдром бар. Яғни ағылшын тілін қанша оқыса да бір деңгейде тоқтап қалады. Мысалы,
beginner деңгейін аяқтап, бір жылдан кейін қайтадан оралса, қайтадан сол beginner'ны оқиды. Немесе дәл солай elementary деңгей, яғни белгілі бір бастапқы деңгейде вечно начинающий болып қалады. Бұл сізге таныс па? Яғни қайта бір деңгейге орала бересіз. Бір жылдан кейін ағылшын тілін қайттан қолға алайын десеңіз, опять beginner, опять elementary. Егер бұл нәрсе сізге таныс болса, онда сіз вечно начинающийсіз. Не үшін сіз вечно начинающий болып жүрсіз? Соның сізге себебін түсіндірейін. Жалпы ағылшын тілінің бастапқы 3 деңгейінде beginner, elementary, pre-intermediate. Осы 3 деңгейде сіздерде қабілет қалыптаса бастайды. Жалпы қабілет деген не ол? Өзімнің басымнан өткен мысалмен бөлісейін. Жалпы мен 18 жасында права алдым. Кәдімгідей автошколаға барып, 10 сабақ өтіп, қалада машинамен жүріп, біраз үйрендім. Именно осы енді бастап жүрген кезде машина айдап жүрдім, вроде нормально айдап жүрдім, бірақ енді мықты емес. Потому что музыканы өшіріп тастайтынмын, еш нәрсе мені беспокоить етпеу керек болатын, иә. Енді сөйтіп нормально бір айдап жүрген кезде машинаны қатты соғып алдым. Папамның машинасы етін ол кезде. Сөйтіп, одан кейін мен машина деген нәрсеге мүлдем жолаған жоқпын. Одан кейін осы бір жақында тағы бір машина айдағым келсе, түсіндім да маған қайттан басынан бастап үйрену керек екен. Себебі менде қабілет қалыптасқан жоқ. Мысалы, тағы да жүзуді де келтірсе болады. Жалпы, сіз жүзіп үйренсеңіз бір рет, мықты жүзіп үйреніп алсаңыз, сіз кейін Дубайда да, любой бассейнде де, қанша жыл жүзбесеңіз де сіз жүзе аласыз. Дәл солай машинаны үйренген адамдарда. Яғни профессионалды тұрғыда сіз бір рет үйреніп алсаңыз, одан кейін сіз 10 жыл машина айдамасаңыз да, бір 5 минут кішкене машинаны сезіп, 10 жылдан кейін спокойно любой машинаны айдап, трассаға шығып кете бересіз. Бұның себебі сізде қабілет бар. Дәл сондай қабілет ағылшын тілінде pre-intermediate деңгейін аяқтағаннан кейін болады. Яғни бастапқы 3 деңгейде сізге мүлдем тоқтауға болмайды. Егер сіз бір рет тоқтап қалсаңыз, отбасылық жағдайларға байланысты ақшаңыз болмай қалды, кез келген жағдай, желанияңыз құрып кетті, мотивацияңыз болмай қалды. Бір жылдан кейін ағылшын тілін қайттан оқитын болсаңыз, дәл сол деңгейге қайтадан түсесіз. Сөйтіп сіз вечно начинающий боласыз. Бұл деңгейге, бұл синдроммен ауырмас үшін ағылшын тілін осы бастапқы 3 деңгейде мүлдем тоқтатпай оқу керек. Ал келесі B2 деңгей бізде intermediate. Intermediate деңгейде сіз уже кәдімгідей ағылшын тілін өз бетіңізше оқи аласыз. Көптеген грамматикалық структураларды білесіз. Сол деңгейге сай өзіңіздің лексикаңыз бар, және бір жылдан кейін сіз ағылшын тілін қайта қолға алатын болсаңыз, сіз дәл сол intermediate деңгейде боласыз. Және сізде ағылшын тілінен ешқандай проблема болмайды. Кішкене есіңізге түсіресіз, қандай сөздер бар еді, оның формуласы қандай еді деген сияқты. Бірақ дәл сол деңгейіңізбен жалғастыра бересіз. Ал бастапқы сол 3 деңгейде кішкене тоқтап қалатын болсаңыз, онда қайттан сол деңгейде оқу керек болады. Себебі осы 3 деңгейдегі білім тез жоқ болып кетеді, тез ұмытылып кетеді. Жалпы intermediate, яғни B2 деңгейінде сіз IELTS тапсыруға уже дайындала берсеңіз болады. Дәл сол деңгейді егер барлық дағды бойынша қамтып, жүйелі түрде үйренген болсаңыз, онда IELTS-тан сіз дайындалмай-ақ спокойно 4-5 балын алуыңыз мүмкін. Ал келесі 2 жоғары деңгей бізде C1, C2. Бұл upper intermediate, advanced, еще тағы да proficiency деген деңгей бар. Бұл жалпы ағылшын тіліндегі ең жоғарғы деңгейлердің бірі. Бұл жақта сіз кез келген шетелге барып, сол жақта даже тұра берсеңіз де болады. Ағылшын тілінде академиялық статья да жаза аласыз, кез келген журналға өзіңіздің статьяңызды ұсына аласыз. Яғни біліміңіз уже академиялық тұрғыда дұрыс. Осы деңгейге Алла сіздің зейініңізді ашып жеткізсін. Аумин. Ал енді сіздерге өзімнің тәжірибем туралы айтып берейін. Мен ағылшын тілін қалай үйрендім? Жалпы ағылшын тілін мен өзім 1-ші сыныптан бастап оқыдым. Гимназияда оқығаннан кейін бізде ағылшын тіліне өте көп көңіл бөлінетін, сабақтар аптасына 4-5 рет стабильно болатын, және барлық дағдымен үйрететін, яғни бізде listening, speaking, reading, writing барлығы болатын. Примерно 8-9 сыныптарда менің ағылшынға деген қызығушылығым артты, мен уже олимпиадаларға қатысып жүрдім. Сол үшін білімімді ары қарай жалғастыру үшін ағылшын тілі курсына қатыстым. Ол кезде онлайн деген әңгіме жоқ, барлығы офлайн болатын. Сөйтіп, курсты таңдаған кезде өзімнің мектебіме жақын курсты іздедім, және бірінші тапқан курсым өзіме ұнады. Шынымды айтайын, ол кезде мынау маған ұнайды ма, ұнамайды ма деп менде бір қателесу болған жоқ. Мен өзім дөп түстім.
маған ұнайтын мұғалім болды, маған ұнайтын орта болды. Сөйтіп, примерно 2 жылдай ағылшын тілін оқып, ол жақтан upper intermediate деңгейін бітіріп шықтым. Жалпы осы вечно начинающий деген синдроммен де болған жоқ, себебі менде фундамент болды, мектептен алынған, және мен курста тоқтатпай 1-2 жыл қатыстым. Қазір точно уже есімде жоқ, себебі ол кезде мен кішкентай болдым, енді 8-9 класс деген, бірақ ешқашан ағылшын тілін ұмытып кеткен жоқпын. Себебі ағылшын тілі бізде аптасына 6 рет болатын, просто курстың өзінде. Яғни біз жексенбі күні ғана демалатынбыз да, қалған күндердің барлығы 1-2 сағат мен сол курста өткізетін. Сол жақта Хэллоуин болатын, сол жақта өзіміздің жаңа жыл болатын, достарым болатын. Сондықтан вечно начинающий деген синдром маған қатысты емес. Менің тәжірибемде жалпы барлығы удачно болды. Яғни мен курстан курсқа ауыстырып, анау мұғалім ұнамайды, мынау мұғалім ұнамайды деген нәрсе болған жоқ. Менің гимназиядағы мұғалімдерімде, сонымен қатар курстағы мұғалімдерімде, ортамда барлығы өзіме ұнады. Маған повезло, шынымды айтсам. Себебі қазіргі таңда көп адам мұғалім таңдайды. Жалпы менің сізге кеңесім, өзіңізге ұнайтын бір мұғалімді таңдаңыз да, сонымен до конца ағылшын тілін үйреніңіз. Біреуден біреуге секіріп жүргеннен сіз негізі ұтпайсыз. То есть өзіңізге ұнайтын бір адамды тауып, сонымен ағылшын тілін дұрыс жүйелі түрде үйреніңіз. Жалпы мен қатысқан курстағы методика маған ұнады, себебі бізде сабақ күніге болатын. Сол үшін қазіргі өзімнің онлайн курсымда да мен сол методиканы енгіздім, яғни ағылшын тілі сіздерге күніге болады. Аз-аздан, бірақ сіз күніге үйренесіз. Қазіргі заманда ақпарат өте көп. Сіз TikTokта отырасыз, Instagramда отырасыз, YouTube көресіз, сериал көресіз, арасында үй түрлігі бар деген сияқты. Сол үшін ақпарат көп болған сайын біздің миымыз шаршайды. Және оған аптасына 2 рет, 3 рет ағылшын тілін үйрену аздық етеді. Сол үшін менің сабақтарымда 30 күн 30 сабақ болады. Яғни ешқандай тоқтаусыз ағылшын тілін интенсивно 1 ай үйренесіз. Өзімнің тәжірибеме келейін, басқа жаққа тема ауысып кетті. Жалпы сол 11 классқа дейін мен көптеген олимпиадаларға қатысып жүрдім, ағылшын тілін таңдаймын деп шештім. 11 сыныпта ағылшын тіліне мен мүлдем дайындалған жоқпын, себебі менде уже біраз білім болды. Курста upper intermediate деңгейін бітіріп шыққам. Содан кейін ентіда маған мүлдем қиын болған жоқ, мен ағылшынға мүлдем дайындалған жоқпын. Просто өте жоғары бал алып шықтым, қазір есімде жоқ, 25-тен бір 23 па, 22 ма сондай алған болатынмын. Жоғарғы оқу орнына 2 шет тілі мамандығына түстім, Алматыға. Ол жақта мен 2-ші шет тілім француз тілі болды. Француз тілін мен мектеп кезде де оқығанбыз, біз 7-ші сыныптан бастап, сол үшін 2 тілді де мен ол кезде уже біліп бардым. Университетте бір сіздерге жаңа білім берілмейді. Ол жақта более педагогикалық жағынан, яғни қалай үйрету керек, қалай өзінің методиканы қалыптастыру керек, жас ерекшеліктеріне байланысты қандай методика дұрыс деген сияқты осындай білімді көп алдым. Ағылшын тіліне қатысты онша қатты білім алмадым. Сол мектептегі біліміммен негізі университетті өте жақсы тамамдадым. Одан кейін магистратураға да дәл осы мамандыққа түстім, 2 шет тілі, бірақ бұл жақта ағылшын және корей тілі мамандығын таңдадым. Оны сәтті аяқтап болғаннан кейін қазір жоғарғы оқу орнында сабақ беремін. Жалпы ағылшын тілін мен өзім 1-ші сыныптан бастап оқып келе жатырмын. Почти өмір бойы деп айтсам болады. Сондықтан ағылшын тілі маған өзіме өте жақын. Мен әлі күнге дейін оқимын, бірақ уже үйрету жолдарын оқимын. Өзімнің методикамды қалыптастырып жүрмін. Сол үшін сіздерді өзімнің сабақтарыма шақырамын. Ал енді сіздерге сұрақ: сіз ағылшын тілі курсына қатыстыңыз ба? Сіздің тәжірибеңіз қандай? Вечно начинающий деген синдром сізде бар ма? Ағылшын тілін үйреніп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Сол туралы міндетті түрде комментарийге жазып кетіңіз. Сіздермен болған миссис Мадина. Дәл осындай форматтағы видео сізге ұнаса, лайк басып, қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Жалпы менің курстарым туралы толық ақпарат төменде болады. Келесі кездескенше. Бай!